Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз қарапайым баклажкадан осындай өте әдемі, ерекше болып шығатын гүл жасап үйренетін боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен баклажкамыздың осы бір тегіс жерін қайшымен қиып бөліп алатын боламыз. Осы жерден осындай күлтешелер жасап қиып алатын боламыз. Міне осындай күлтешенің бейнесін қиып аламыз. Үлкенінен 6 штук. Міне 6 штук қиып алдым. Енді ортаншысынан 5 штук, кішісінен 4 штук, 3 размерде қиып алдым. Енді зажигалка немесе шырпының көмегімен жиегін айналдыра күйдіріп, бүрістіріп шығатын боламыз. Міне осылай күйдіріп шығамыз. Үшіншісінде күйдіріп көрсетейін. Міне осылай күйдіріп, барлығын осы күйдіріп шығатын боламыз. Енді қайшымен кішкене ортасынан қиық түсіріп, ыстық клейді кішкене тамызып, қиықты бір-біріне қарама-қарсы жабыстырып, осындай майысқан форма беретін боламыз. Міне осындай майысқан форма береміз. Енді ыстық клеймен жандарынан осылай бір-біріне жабыстырып, 3 размерді бөлек-бөлек бір-біріне жалғап жабыстырып алатын боламыз. Міне үлкен размері, міне ортаншы размері. Енді ыстық клейді жақсылап тамызып, ортаншы размерін ортасына жабыстыратын боламыз. Енді ең кіші размерінде дәл солай ортасына жабыстырып алатын боламыз. Міне сол кезде бізде өте әдемі гүл дайын болды. Бұны балабақшаға, беседкаларды әдемілеуге қолдансаңыздар өте әдемі болады. Баклажканың кез келген түсінен жасай берсеңіздер болады.